Армардақты көрермен, ұлттық арна эфирінде алтын қақпа лингвистикалық бағдарламасы. Сақтасаң өз ұлтыңның салтын сақта. Жарқыра тіл қазына алтын қақпа. Байырғы төл сөздерімізді жаңғыртып, қазыналы қазақ тіліне өз үлесімді қосам деп келіп отырған ойыншыларымызға қошемет көрсетейік. Сол қапталда Садақ тобы, Музарт Лайф тобының әншісі Нұрхат Сегізбаев. Кәсіпкер, блогер Әйгерім Дәрібаева. Музарт Лайф тобының әншісі Серік Болсын Кішкенбаев. Қош келдіңіздер. Садақ тобы, Семсер тобының мүшелерімен таныс болыңыздар. Айтыскер ақын Нұрболат Серікұлы. Журналист Назым Дүтбаева. Әнші Шымболат Ұзақбай. Қош келдіңіздер. Таныстықты өздеріңізден бастасам, неліктен топтарыңызға Семсер деген ат таңдадыңыздар? Рахмет. Ең бірінші біз өзімізге жеңіс, қарсыласымызға сәттілік тілейміз. Ал атымызға келсек, Семсер тобына, Семсер тобы енді ата-бабаларымыздың әр бір жорыққа шыққандағы ұлы жеңістермен келуіне себепкер болған 5 қарудың бірі. Сондықтан ырымдап біз өзімізге жеңіс сыйлайды деген ниетпен Семсер деп алып отырмыз. Ай, бәрекелді. Інің ерсе соңынан семсер ілген білектей деп келеді, әндерде. Тамаша. Садақ тобы. Ойнамай жатып жеңілдім деме деген. Садақ деп қойған себебіміз әр сұраққа нысанаға дөп тиетіндей, енді сондай мағынада қойдық. Садақпен атқандай қып дөп тигіземіз дейсіз ғой. Әрбір жауапқа. Бәрекелді. Екі топқа да сәттілік тілеймін. Алдымен мен сіздерді ойын шартымен таныстырып өтейін. Ойын негізгі 3 кезеңнен тас қақпа, күміс қақпа және алтын қақпадан тұрады. Әр кезеңде 4 сұрақ бар. Екі топ әр қақпадан өтерде 4 сұраққа алма кезек жауап береді. Яғни әр топқа 2 сұрақтан келеді. Сұрақ қойылған соң әуелі сол сауал бағытталған топ, одан кейін қарсы топ өз нұсқасын айтады. Егер екеуде дұрыс жауап берсе, ұпайды сұрақты таңдаған топ алады. Егер сұрақ бағытталған топтың жауабы теріс болып, қарсы топтың жауабы дұрыс болса, ұпай сол екінші топқа кетеді. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпайға тең. Бірінші кезең тас қақпада тұрақты сөз тіркестерін, яғни фразеологизмді қандай деңгейде білетіндеріңіз таразыға түседі. Екінші кезең күміс қақпада сирек қолданылатын, немесе белгілі бір аймақта ғана айтылатын сөздер жасырылады. Үшінші кезең алтын қақпадан өтерде көнерген сөздердің мағынасын табасыздар. 3 кезеңді де мол ұпаймен аяқтаған топ қосымша кезең алтын сандыққа жолдама алады. Қазір бір жұмбақ жасырам. Сол жұмбақтың жауабын тапқан топ ойынды бірінші бастайды, және де әрдайым сол топтан бастап отырамыз. Күміс қақпанында, тас қақпанында, алтын қақпанында. Ендеше мұқият болыңыздар, бүгінгі жұмбағымыз. 2 кісі қарауыл қарайды, 1 кісі шөп тереді. 2 кісі қарауыл қарайды, 1 кісі шөп тереді. Бұл жұмбақ. Семсер? Түйе. Иә, жауаптарыңыз дұрыс. Тас қақпа. Семсер тобы ойынды бірінші бастайсыздар. Қазір тас қақпаның алғашқы тапсырмасы беріледі. Бұл тапсырмада 4 түрлі тіркес бар. Оның ішінде біреуі ғана тұрақты сөз тіркесі, ал қалғандары жай тіркестер. Сол тұрақты сөз тіркесін тауып, мағынасын ашып айтуларыңыз керек. Қарсылас топ сіздерде ойланып тұрасыздар, алдымен Семсер, одан кейін Садақ топ жауап береді. Қызық көрген құзғындай, өлік көрген құзғындай, қызыл көрген құзғындай, олжа көрген құзғындай. Осы төртеудің қайсысы тұрақты сөз тіркесі? Қалай табамыз дедіңіз, тағы бір айтып жүрсіз бізге? Тілдік қолданысымызда бар тұрақты сөз тіркесі. Бұл сөз ба сонда? Тіркес. Сөз тіркес? Иә, сөз тіркесі. Осы 4 жауаптың қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Қайсысын естіп жүрміз? Оны қандай мағынада қолданамыз? Жауап дайынсыз? Иә, жауаптарыңыз. Көрген құзғындай, олжа көрген. Енді бала күнімізде естеріңізде бар шығар бәріңіздің, далаға шыққанда қызыл кисе құмай таз алып кетеді деген мамаларымыз айтатын. Сенетінбіз оғанда. Сол қызыл деген ет қой негізі құзғын үшін. Сондықтан бұл жерде қызыл көрген құзғындай ғой. Мағынасы? Мағынасы
жұтынып тұр, бір нәрсеге ұмтылып тұр, соны алсам екен деп тұр деген мағынада. Ашкөз, иә? Ашкөздік, иә, ашкөздік қояр. Жақсы, үшінші нұсқаны семсер тобынан қабылдаймыз. Садақ, естулеріңіз бар ма бұл тіркестерді? Естігені бармыз, баяғыда айтып жүршеді бұны ше. Қызыл көрген құзғындай деген сияқты, негізі анандай бар ғой, қыздың көзі қызылда деген сияқты ше. Өйткені қызылға адамның көзі тез түседі да, содан кейін өзінің дегеніне, көрген нәрсесіне қол жеткізетін адам да бұл. Қызыл көрген құзғындай. Олжа көрген құзғындай деген. Олжа нұсқашы. Ол олжа болмайды. Олжа келеді ғой деп. Жоқ, олжа. Олжа табыс қой. Сіздер қызыл көрген құзғындай дедіңіз ғой, біз де сол таңдадық ғой. Экраннан көрейік, дұрыс па екен? Қызыл көрген құзғындай, ашкөз, томағай деген мағына береді екен. Сыртынан таққа қондырды, сыртынан том пішті. Сыртынан тамыққа тықты, сыртынан төске керді. Сыртынан том пішті. Біз енді бірден осы сыртынан том пішті деген нұсқаға тоқталдық. Себебі енді мағынасы айтып тұр ғой өзіне, сыртынан том пішпей, өзіңнің ойыңнан сен алдын ала сол нәрсені ойлап қойма деген сияқты. Сондай мағынада сыртынан том пішпе. Біреу үшін шешім қабылдамау керек қой. Және де екі жақты болу керек та ойы. Бір адамның ойымен жүрмеу керек. Келісіп пішкен тон келте болмас дейді оны қазақ, иә. Ал сыртынан пішіп кеп жіберсе тонды, онда ол бір жақты шешім болады. Жақсы, үшінші жауапты қабылдаймыз. Семсер тобы. Сіздердің жауаптарыңыз? Жаңағы сыртынан том пішті деген келеді, бірақ жаңағы мысалы мен Назым ханымды сағат 9-да осы жерге барады деп ақылдаспай өзім шешім қабылдап қойсам, сыртынан том пішті деген сол. Біреу үшін жаңағы өзімшілдік істетіп, өзімшілдік қой бұл жерде. Біреу үшін шешім шығару ғой. Иә. Екі топта екінші жауапты қабылдады, дұрысын экраннан көрейік. Өзімшілдік қой сол. Сыртынан том пішті, сырттай шешім айтты. Жауаптарыңыз дұрыс, Садақ, бәрекелді. Семсер, келесі сұрақ сіздерге қойылады. Етке тиген күшіктей, құртқа тиген күшіктей, отарға тиген күшіктей, сүтке тиген күшіктей. Сүтке тиген күшіктей. Сүтке, иә. Бір ақылдасы бар. Мағынасын қалай айтасыздар, соны ойланыңыздар. Сүйкімі кетті деген мағына ғой. Отарға болмайды. Біздікі дайын. Ит болса ет кетеді. Мен жауап берейін. Сүтке ғой, сүтке. Сүт. Сіз жауап бересіз ба? Жоқ, сіз жауап беріңіз. Жарайды. Бұл жерде сүтке тиген күшіктей мағынасы бір нәрсені білдіріп, айыпты болған адамның, сүйкімі кеткен адамның. Көрінген басын тағады. Сүйкімі кетті ғой. Жақсы, төртінші нұсқа семсер тобының бергені. Қазір біз ойланып олық мен жақта. Бірінші нұсқаны айтып қой жаңа. Бірден Айгерім сүтке тиген күшікте деген нұсқаны таңдады. Енді мағынасы ана бірдеңе сол бағана аға келеміз айтып отыр. Бірдеңені бүлдіріп қойсаң, бірдеңені сындырып қойсаң. Қай нұсқа, қай жауап дұрыс екен, қазір экраннан көреміз. Қадірсіз, сүйкімсіз. Бәсе, осылай ғой. Тас қақпаның ең соңғы сұрағы мынадай. Садақ топ сіздерге қойылады. Аяғынан түскендей, омыртқасынан түскендей, арқасынан түскендей, аузынан түскендей. Аузынан түскендей. Біз ойланып алайық та тұрмыз. Аузынан түскендей. Ойланыңыздар, иә. Алдын ала айтып қоя бермеңізші, Айгерім ханым. Оның мағынасы мынандай ғой енді. Аузынан түскендей. Айнымайды. Айнымайды, соған ұқсайды деген сияқты. Біз бірінші жауап береміз ғой? Иә. Сұрақ сіздерге қойылады. Соны ұзақ қылып кетір. Айта бер. Ауыздан түскендей дегенді таңдап тұрмыз қазір. Енді ауыздан түскендей деген сөз айнымайды деген сияқты ғой. Ұқсайды деген сияқты мағынасында. Өйткені айтады ғой мысалға, мына тура ауыздан түсіп қалғандай өзінен аумай қапты деген сияқты. Әкесінің аузынан түскендей ғой мына бала деп. Семсер тобы, сіздер қай нұсқаны таңдадыңыздар? Басқасын талайсаңыздар. Басқасын талайсаңыздар дейін. Мағынасы? Аузынан түскендей. Айнымайды. Айнымайды деген сөз. Ұқсайды, айнымайды деген сөз. Бұл жолы дөп дейді. Атына сай. Көреміз қазір, экраннан көрейік дұрыс жауапты. Аузынан түскендей, қатты ұқсас.
Бәрекелді. Тас қақпаның нәтижесі бойынша Садақ тобында 20 ұпай, Семсер тобында 20 ұпай. Тас қақпаны тең ұпаймен аяқтадық. Ендеше қақпа ашылсын. Қақпа. Күпкі сөзінің мағынасы қандай? Адамға жапқан жала, мал тоғытатын жер, түнде киетін киім, масақтан шыққан бидай. Күпкі дегеніміз не? Дәрілейді ғой. Неге сол сәләркі деп жүрмін? Соған сол. Ванна сияқты. Қойды шомылдырады. Сәләркі емдейді ғой, жүнін қырқады. Шума? Бұл. Сіздер жауап дайын? Нұреке, өзіңіз жауап бересіз ба? Шын болады жауап. Шын болады жауап берсін, жақсы. Біз енді екінші сұрақ таңдап отырық. Екінші жауапта. Мал тоғытатын жер. Күпкінің мағынасы мал тоғытатын жер. Жалпы баяғыда қой жуындырып не қылатын еді ғой. Сол мағынамен әкеліп тұр. Биттен, құрттан сақтау үшін. Салатын жер ғой. Тері ауруларынан сақтандыру үшін малды тоғытып алып кеп, солярка дейміз ғой, соған салатын еді бала күнімізде. Солярка. Малды күпкіге саламыз соны деп кетеді. күпкіге салу деп атайды ғой, сіздер жақтан. Қазіргі тілмен ванна деймін. Шынболат, сіз қай аймақтың тумасысыз? Мен Қызылорда. Қызылорда. Малдың күпкіге түскенін өз көзіңізбен көріп пе едіңіз бала күніңізде? Малдың күпкіге түскен енді көрмедім, тазы шынымды айтайын. Бірақ білеміз. Естуіңіз бар, иә? Назым, сіз Алматы облысынан? Мен Алматы облысы. Бала күнімізде әкелеріміз, ағаларымыз малды күпкіге саламыз деп кетеді тұғын. Кәдімгі ауылдың сыртында үлкен ауылдың бүкіл малын салатын күпкі болады. Соны өткізеді кәдімгі тізбектеп малды. Емдеу өздері малды өткізеді ғой? Алдын алу ғой, тері ауруларының алдын алу. Жақсы, мал тоғытатын жер деген екінші нұсқаны Семсер тобынан қабылдадық. Садақ, сіздер қандай жауап бересіздер? Бізде сол деп ойлап. Күпкі деген қазіргі мағынамен сол ванна дейді ғой. Ванна, иә? Жоқ, соған бір тірелетін сөздер. Нақты сол нұсқада тұрсыздар ғой, иә? Сенімді сіздер. Абсолютно. Бізде соны таңдаймыз. Иә? Мал тоғытатын жер. Жоқ, ақылдасып қазір ғана бір ақылдасқан сияқты еді. Мал тоғытатын жер. Оны айтпай ақ қойықшы, өтініш. Өйткені ұят болып кетті уже. Қайта анау не? Оларды біз күнде қайталап жатыр ғой. Мал тоғытатын жер болғаннан кейін ол да бір ыдыс, сондай болмаса бір не? Малды бір тазалайтын үстін. Сондай бірдеңе, ортақ. Значит, соны күпкі деп айтқан екен да. Жақсы, ендеше сіздер де екінші жауапты таңдайсыздар, иә? Өзгертпейсіздер жауаптарыңызды. Олай болса, экраннан дұрыс жауапты көрейік. Күпкі, мал тоғытатын жер. Сіздер жауаптарыңыз дұрыс. Біз де сіздермен біргеміз. Жеңіс ортақ. Лайым бірге болыңыздар деп. Орыстың купать, кубка деген сөзінен шыққан екен. Күпкі. Жалпы енді сіздер білесіздер, орыстың купать, кубка деген сөзден. Кубка. Бұрында мысалы восьмушка деген сөзді жаңағы 8-ден бір бөлігі шайдың бір әшмүшке шай деп алған ғой аналарымыз. Әшмүшке шай деп. Сол қандай әдемі қазақтың сөзіне айналды, иә? Өйткені егер сондай кірме сөздерді өз тілімізге икемдеп ала алмайтын болсақ, онда тіліміздің иммунитеті төмендейді екен. Келесі сұрақ Садақ сіздерге. Көзгенек сөзінің мағынасы не? Бұғының аналығы шаңырақтан түскен сәуле, араның ұясы, жылқы ауруы. Көзгенек. Енді бірден енді айтсақ бола ма? Ақылдасам. Білесің бе сен? Білесіз бе? Ойланып айтыңыздар. Біздер біледі екен. Біледі екен. Айта қойыңыз. Каталетка алды. Көзгенек деген енді ол мағынасын өзі айтып тұр. Анау кішкене көзге ұқсайтын, ол араның ұясы деп ойлаймын. Бірден тапқаныңызға қарағанда омарташы ауылдың баласысыз ау деймін. Шығыстансыз ба? Жоқ, мен оңтүстік жақтан. Оңтүстіктен. Ара шаруашылығы бар ма? Ара шаруашылығы көрмеген, мүлдем. Бірақ енді кішкене көзгенек деген мағынасы осы араның ұясына келіп тұр. Кішкентай көз дегеннен бірден көз алдыңызға араның ұясы елестеді.
Біз қосыламыз. Қосыласыздар ма? Қосыламыз. Әрине. Рахмет үлкен. Жалпы мынау көз генек дегенді былай бүйтіп қарап отырмын да, мен негізі білмейді екен бұл сөзді. Бірақ көз генек, мысалы кене деген нәрсе бар, оның бәрі жәндік пен не ғой. Сол себептен бұл араның ұясы деген күшті келеді сол кезде. Көз генекті. Содан кейін шаңырақтан түскен сәуле дегендерге кішкене мағынасына келмей тұрды. Неге де шаңырақтан түскен сәуле, шаңырақтың бір көзінен түскен сәуле болуы мүмкін. Жәндікке жататын сияқты. Жәндік деген нұсқа жоқ. Ара деген. Сондай деген. Араның ұясы. Ебелек, көбелек деген сияқты. Сәулеге ұқсамайды ғой көз. Жақсы, енді сендірдіңіздер, ендеше араның ұясы деген үшінші нұсқаны қабылдаймыз. Семсер, сіздер қандай жауап бересіздер? Шаңырақтан түскен сәуле. Ол кісілер неге тоқтады? Олар үшінші жауапты таңдады. Араның ұясы. Мысалы қиындау сұрақ екен, Шаңырақтан түскен сәулеге тоқтады. Шаңырақтан түскен сәулені таңдаймыз ау деймін біз. Жылқы ауруы енді көз тиюмен алып келеді. Көзгенек. Шаңырақтан түскен сәуле. Сол шешімді қабылдайықшы деп. Бірақ толық түсіндіре алмаймыз. Мен кішкене былай сәл көрейін, түсіндіріп түсе ма деп түспей ма білмеймін. Енді қазақ үйді көзімізге елестетсек, қазақ үйге күннің сәулесі тек шаңырақтан түседі ғой. Сонда ол күн таң атқанда шығыстан, сосын түс ауғанда ортадан кешке былай түскен кезде қозғалады ғой ана сәуле. Мүмкін сол көз ана сәулені қуалайды. Мүмкін сол жағынан көзгенек шаңырақтан түскен сәуле шығар. Енді логикаға салып тұрмыз. Қисынға қонымды, демек екінші нұсқаны Семсер тобы қабылдады. Ал Садақ жауаптарыңыздың дұрыс бұрысын экраннан көрейік. Бисмилла. Көзгенек араның ұясы. Садақ тобы 30 ұпай құтты болсын. Семсерде де 30 ұпай. Ұпай саны тең қазіргі уақытта, бірақ әлі күміс қақпаның 2 сұрағы бар. Бұл жолғы сұрақ Семсер тобына қойылады. Кептеуіл сөзінің мағынасы қандай? Соқыр шек, ханның түнгі қарауылы, ағаш ердің бір түрі, алысқа шабатын жүйрік. Кептеуіл. Нұреке, айтыста кездеспеді ма мұндай сөздер? Кептеуіл енді кездеседі ау деймін. Енді жаттау ұйқасқа жақсы екен, е? Алысқа шабатын жүйрік атты керек емес. Жауапты бір шумақ өлеңмен берсеңіз де болады. Ақын кетіп тұрған соң ортамызға. Суырып салма. Соған деп тұрайын. Ұйқаспен кеп тұр енді. Кептеуіл елі бит тұратын ба? Елі мынандай ма кептеуіл? Жоқ, ханның түнгі қарауылы келмейді. Бірақ кептеуіл деген ана жіңішке әріптер көп қой. Айтыңыз. Ой түрінде айтылайын деп тұр ғой енді. Сіздер біз тыңдап тұрсыздар ма? Хан үшін қызметтен жасымайтын, күндіз түні хан жанында қатынайтын. Бұл сұрақтың жауабы қарауылы ханның тек қана амандығын бақылайтын. Ой, бәрекелді, міне. Ағаларыңыз өлеңмен берді. Қача өлең шығартып қой деп жауап. Екінші нұсқа. Ханның қарауылы. Садақ тобы. Ақын емес біз енді кішкене қиындау бізге. Бірақ енді біз ақылдасқанымыз бойынша енді ханның түнгі қарауылы деген бізге келмей тұр. Өйткені кептеліс сол мағынаны біз енді зерттеп көрдік қой негізі. Соқыр шектің мағынасы да келіп тұрған сияқты да кішкене. Себебі ол енді бана Серпосын айтқандай орысша айтқан кезде фильтр ғой. Сол нәрсеге жаман нәрселер кептеліп қалады да. Тас болсын жаман. Енді адам тамақ жеген кезде болмаса майда шүйде нәрселер кетіп қалады ғой. Соқыр шектің мағынасы да келіп тұр. Демек бірінші нұсқаны таңдайсыздар ғой, иә? Шек қой. Әлемде соқыр шек. Кептеуіл соқыр шектің көне атауы дейді Садақ тобы. Жақсы соқыр шек. Ендеше дұрыс жауапты экраннан көрейік. Бисмилла. 10 балл берегер. Өлең үшін
ханның күнгі қарауылы. Қарауыл деген сөздің өзі айтып тұр ғой жұрнағы, иә? Бөлек бал. Кептеуіл. Өлеңге 10 балл, сонда біз 70 балл. Бізде 30 болып тұр ма? Иә, сіздерде 30, семсерде 40. Келесі сұрақ садақ сіздерге қойылады. Қимай дегеніміз не? Тері торсық, сірі сауыт, қазан айының ескі аты, мал қанынан жасайтын шұжық. Жоқ. Мен айтайыншы. Иә, Әйгерім. Мал қанынан жасайтын шұжығы сияқты. Өйткені қимай деген май деген сөзден алынған ше. Мүлдем келмейді, иә. Басқа нелерге, нұсқаларға қарағанда, тері торсыққа, сері сауытқа қарағанда, қазанның ескі атына қарағанда қимай деген сөз жалпы неге май, қазақша сондай шығады бізде. Мал қанының жасайтын шұжығына келетін сияқты. Онда төртке тоқтаймыз, онда біз. Төртке тоқтаймыз. Жақсы, төртінші нұсқаны қабылдаймыз. Семсер. 40-та 40. Біз енді сірі сауыт осы оймен келісетін сияқтымыз, жалпы садақтың. Бір нұсқамыз бар. Бірақ біз сол басқа нұсқаны айтыңыздар, өйткені олардың жауабы дұрыс болмай қалса, сіздердікі дұрыс болуы мүмкін. Сондай. Біз тері торсық талдап тұрмыз. Тері торсық қимайды. Неге? Мысалы, жаңағы үрлеген қарынға сармай салып жатады ғой. Сол сияқты қимай аударып деген бір сөздер бар. Шектен жасай ма екен сондай ыдыс деген? Шектен жасалады негізі, бірақ ол ыдыс болуы ол жағын енді. Әйтеуір бір нәрсеге пайдаланған шығар ата-бабамыз деген ойға келіп тұрмыз. Мал қанынан жасайтын шұжық деген қимай. Бір қарын сарымайды, бір құмалақ шіртеді дейді ғой, сол секілді. Сармай, қимай деген сөздер сіздерді тері торсық деген жауапқа қарай жетелеп тұр. Неміз бар, мысалы қазан айының ескі аты ма деп тоже ойлаймыз. Бірақ тері торсыққа тоқтаймыз ау, иә? Тері торсыққа тоқтаймыз. Бірінші жауапты қабылдаймыз. Бірінші жауапты қабылдадық. Ал дұрысын қазір экраннан көреміз. Қимай, мал қанынан жасайтын шұжық. Ойынды тең ұпаймен аяқтап тұрмыз. Күміс қақпа кезеңін семсер тобында 40 ұпай, садақ тобында 40 ұпай. Ендеше күміс қақпа ашылсын. Алтын қақпа. Күспен сөзінің мағынасы. Қайықтың сүйір басы, аудың бір түрі, жыртқыш балық, кеменің желкен орнататын діңгегі. Күспен дегеніміз не? Жүзіп жүрген адамдар сіздерға білетін Аудың бір түрі емес енді. Бұл енді ешқандай өңірлік сөз емес, кәдімгі қазақтың көнерген сөзі. Тарихқа ойша ой жүгіртіңіздер. Қандай замандар болды? Иә. Көнерген сөз болған соң нақты толық біліп тұрған жоқпыз нақты. Дегенмен енді жауап нұсқасына келгенде кеменің желкен орнататын діңгегі деген 4-ші нұсқаға тоқтап тұрмыз. Күспен. Енді жалпы қазақ халқы кемемен көп жұмыс істемеген. Дегенмен де атау сондай атау берген шығар деп ойлап тұрмыз. Жақсы. Садақтың ойын білейік. Бізде сол қайықтың сүйір басы немесе кеменің желкен орнататын діңгегі деп ойлаймыз. Өйткені аудың бір түрімен жыртқыш балыққа ұқсамайды. Яғни жауаптарыңыз күспен деп тұрады ғой өйткені. Сосын талсақ билейміз. Қайықтың сүйір басы музыка қосыңдар. Таңдайықшы. Бірінші нұсқаны таңдамыз кеп тұр. Садақ тобы бірінші нұсқаны таңдады. Бір айта кетерлігі алтын қақпа кезеңінде берілген сұрақтардың жауабы бейне сюжетте көрсетіледі. Күспен, кеменің желкен орнататын діңгегі. Шалғи жырау Бейтемірге арнаған толғауында қарабас күспен шалдырып, көк теңіздің үстінде көтеріп желкен аштырып, жүк түйедің кемеге, ниет еттің тәңірінің үйі кебеге дейді.
қарабас құспен қалдырып деп бастайды екен шалгиіз жырау өзінің жырында. Бәрекелді Семсер. Сіз суға жақынсыз деп осы кісіге жауыз. Аралты болғаннан кейін ана кемеден ашатасам. Бәрекелді Садақ тобы алтын қақпаның келесі сұрақ сіздерге қойылады. Кер құдан сөзінің мағынасы қандай? Бұлан, мүйіз тұмсық, жабайы түйе, құлан. Кер құдан. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Кер құдан. Кер құдан. Не қиынын ғой бізге? Кер құдан. Жабай түйе. Жабай түйе емес те. Мүйіз тұмсық деген вообще келмейді. Просто кер құданды алғанда қысқарта салған ғой біздің қазақтар қазір. Кезінде қой кер құдан деп айтқан. Сол үшін бұлан деп құлан. Жаңағындай ғой екеуі ұқсап тұрды. Бұлан, құлан, жабай түйе, мүйіз тұмсық. Отырайып ана кісі напонтау. Мүйіз тұмсық сияқты. Жауаптарыңыз дайын ба? Бізде 3 жауап. Жауапты біріктіріңіздер енді бір жауапқа. Bir ауыздан шешімге келіңіздер. Кер құдан. Кер құдан деген Кер бұғы деген сияқты мағынада шығар. Демек? Бұлай емес. Кер құдан деген негізінен Бағана сол мағына сияқты. Көзіңіз қыспаңыз бәрін білем. Мүйіз тұмсық сияқты. Мүйіз тұмсық? Или бұлан, или құлан. Әйгеріміз жауапты бірден айтып салды, серік болсын. Бұлан деген мағынасы білмей тұрмыз да біз. Мен енді шынымен де бұл қиындау сұрақ. Ерке бұлан деген есім бар қазақта. Ол да бір жануар атауы ғой бұлан деген. Кер құдан деген сөз енді бұл жерде ұзақта баяғыда сөйтіп айтаған болса, бұл енді қазір оны кішкене қысқартып бұлан немесе құлан деп айтуы мүмкін да. Мен ойлаймын, бірақ бұлан не бір не төрт дейсіздер ғой, иә? Жоқ, жабай түйе де кер құдан. Бұлан деп таңдап көрейік. Бұлан деп таңдап көрейік. Бір ауыздан. Бұлан деп таңдап көрейікші. Бұлан дейсіз? Иә, бұлан. Ол мағынасын да білмейді. Мағынасын білмейтін болғандықтан да осы нұсқаны таңдау керек. Өйткені көнерген сөз ғой. Демек бірінші нұсқа. Құдан анда бүйтіп келіп келген құдан сияқтанды. Жануар ма білмейсіз. Керлік. Мүйіз тұмсық сияқты менің ойымша. Жоқ, енді нақты және соңғы жауаптарыңызды айтыңыздар. Мүйіз тұмсыққа көрейікші. Құлан ба, мүйіз тұмсық па, құлан ба? Чуйка мүйіз тұмсық сияқты. Давай кет, мүйіз тұмсық болса мүйіз тұмсық. Сонымен екінші мүйіз тұмсық деген жауапты таңдадыңыздар. Семсер. Құлан. Біз 4-ші құлан. Аға жаңа жабайы түйе деп жатыр едіңіз ғой? Енді шанс болу керек қой. Кер құлан дегенде мысалы жаңа бұлан деп тұр ғой. Бір жағында ұйқас болып келеді да, бірақ бұланға мысалы бұлан өзі бір сұр түсті аң. Оған кері деп, мысалы кер құлатты кендебай деген сияқты. Ертегі бар. Бұл жерде кер деген сөз соның түсін білдіріп тұрма деп ойлаймыз. Енді құдан дегеннен кейін құланның ұрғашысы ма, еркегі ма, сол бір жынысына қарай, или баласын айтты ма, сондай. Құлан. Нақты жауабымыз құлан. Бәрекелді, кер құдан құлан дейді Семсер тобы, ал дұрыс жауапты экраннан сюжеттен көрейік. Кер құдан, мүйіз тұмсықтың ежелгі атауы. Түсі кер бұл алып жануарды қазақ құдан деп атаған. Қазақ ауыз әдебиетінде бір жігіт кер құданды мініп алып, жүгіртіп ер омарға келе жатыр деп келетін жолдар кездеседі. Мүйізі бар. Рахмет, білетін боламыз. Сонымен ұпай теңесті, Садақ тобында 50 ұпай, Семсерде 50 ұпай. Енді неше сұрағымыз қалды? Енді 2 сұрақ қалды, келесі Семсер сіздерге қойылады. Соқтан сөзінің мағынасы қандай? Бел омыртқа, 4 жастағы атан түйе, семіз жылқының жалы, бір сүйемге тең өлшем. Соқтан. Соқтан дейді. Сонда ол семіз жылқының жалы ма? Жалыға соқты семіз жалы.
бел омыртқа, атан түйе, семіз жылқының жалы, өлшем бірлігі. Ол да бар. Саған қатысты емес сияқты. Сонымен жауаптарыңыз дайын ба? Семсер тобы ұзақ ойланады екен өзі. Кім жауап береді топ атынан бұл жолы? Неге бел омыртқа? Соқтан келе өте үлкен болды. Онда семіз жылқының жалына түсті. 4 жаста. Соқтан тұрады дегенге келмей ма? 4 жастағы атан түйенің. Тоқтаңыздар. Соған не екенін білмеймін, естіп тұрған жоқпын, бірақ маған тезірек жауап керек болып тұр. Жақсы. Сен түсіндіріңізші, мен түсіндіремін. Біздің жауабымыз 4 жастағы атан түйе. Соқтанып тұрады. Бұл жерде соқтан жаңағы енді келуі мүмкін, соқпалдай деген. Соқталдай деген келеді мысалы. Сол неге келіп тұр ма деп ойлаймын. Соған 4 жастағы атан түйе. Атан түйе яғни үлкен түйе ғой, 4 жастағы, бабы келіскен. Жақсы, екінші жауапты қабылдаймыз. Семсер тобынан Садақ. Бізде бел омыртқа дей салайықшы. Жоқ, семіз жылқының деп тұр ғой, қара. Сол бел омыртқаны соқтан деп айтқан шығар. Жоқ, семіз жылқының. Соқталдай деп қарсыластарымыз айтқан ғой, теңеуді. Яғни мықты, үлкен деген мағына. Семіз жылқының жалы деп тұр ғой, семіз жылқының. Онда сіздің вариант жалы мықты деп тұр да. Соқтандай болып тұр ғой, мынаның жалы деп тұр ғой, иә. Давай, Нұрхат, келістім. Екеуміз бір топтамыз ғой. Жоқ, қазір дұрыс емес болып қалса ұрмаңдар мені. Демек, үшінші нұсқа, иә? Үшінші нұсқа. Семіз жылқының жалы. Жақсы, ал дұрыс жауапты бейне сюжеттен көрейік. Соқтан, 4 жастағы атан түйе. Соқтанды әкеп шөгерде, боқтанды артып бастыра деген сөз де бар. Осы сөзден соқтандай, соқталдай деген теңеу шыққан. Қазақ бұл сөзді кесек тұлғалы, қайратты адамды сипаттағанда айтады. Тоқтаймыз. Бәрекелді. Алтын қақпаның аяқталуына енді бір сұрақ бар. Ол Садақ тобына қойылады. Осы сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, ұпай теңестіресіздер семсермен. Бізде қанша болыпты? Қадақ сөзінің мағынасы: ыдыс, ел аты, құстың аты, жылы киім. Енді бұл сұрақтан мүлт кетуге болмайды. Қадақ деген Қадақ. Бәлем қадақ. Қазақ деген сияқты емес па? Қазақ. Енді біздікі де атымыз Садақ болып тұр ғой бауырым. Қадақ ұйқасып тұр, иә. Содан кейін Қадаққа біз дұрыстап тұрып жауап берейік. Жоқ, ыдыс. Жоқ, ыдыс болғанда мен келіспей тұрмын. Ел аты. Өте оңай болып. Ел аты. Қандай ел аты болуы мүмкін? Ел аты деген ру аты ма? Ру аты ма, Әйгерім? Қандай ел аты? Жоқ. Мысалға бірдеңені қадақ деген. Ыдыс. Ондай нұсқа не ол? Негізі бар ғой. Қадақтай алып ел аты деген ел аты дегенде келеді негізінше. Өйткені былай болған ғой, көп қой негізі. Несе тұжырым жасай беретін болсаң ше, баяғыда Қыз жібек киносында бүйтіп садақ татқан кезде қанау барып қадалады ғой, сол жерге тігіледі да, отауы да. Мысалы сол сияқты бір ел аты болуы мүмкін да, ол сол жерде бір ел құрып кетеді да, мүмкін да. Бірақ ыдыс деп таңдайтын болдық қой біз. Ыдыс? Сонымен 1 ма 2 ма? 1. Онда 2 ма? Құстың аты сияқты. Құстың аты? Мүйіз тұмсықтан кейін Әйгерімге сендіңіздер деп па? Ыдыс сияқты. Ыдыс, иә? Сенімді түрде. Иә, мен де сөйтіп айтам ыдыс. Жақсы, ендеше бірінші нұсқаны Садақ тобынан қабылдаймыз. Семсер, сіздер қандай жауап бересіздер? Ыдыс ғой. Жылы киімді алсаңыздаршы, жылы киім. Құстың аты ол, құстың аты. Біз құстың атын балайық. Құстың аты деп құстың атын өйткені дуадақ деген сияқты. Құстың аты деп ойлаймыз.
ыдыс дегенге де жоққа шығармаймыз. Мысалы, бір қадақ бидай деген ұғымдарды естіп өстік. Бірақ ол өте оңай болып кететін шығар деп ойлап. Алтын қақпа үшін оңай болып. Алтын қақпа үшін өте оңай болып кетеді ме? Құстың аты деп ойлаймын. Дуадақ деген сияқты мысалы қойылады ғой. Сондықтан құстың аты деп ойлаймын. Жақсы, үшінші нұсқаны семсер тобы берді. Енді бейне жауаптан қадақтың не екенін білейік. Мүмкіндік деңіздер. Қадақ ішіне сусын құйып, сыйлы қонаққа ұсынатын ыдыс. Мен мына алғаш қадақты мәртебелі қонағымыз Абылайдың құрметі үшін көтеремін дейді жазушы Қабдеш Жұмәділовтің Дарабоз романының бір кейіпкері. 60. Сонымен алтын қақпаны тең ұпаймен аяқтадық. Семсер тобында 60 ұпай, садақ тобында 60 ұпай. Екі топтың да жеңімпаз болуға мүмкіндігі барақ. Өйткені тең ұпай жинады ойын барысында, бірақ бір ойында бір ғана жеңімпаз болу керек. Ал ендеше ойынымызды жұмбақпен бастап едік, жұмбақпен аяқтаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Жұмбақ мынадай: қара суда суат жоқ, қалың талда бұтақ жоқ. Семсер? Иә? Көз. Көз бен кірпік. Қара суда суат жоқ, қара талда бұтақ жоқ. Көз кірпік. Көз бен кірпік. Ойынымыздың жеңімпазы семсер тобы. Біздің жеңімпазбен ойнайтын алтын сандық деген ойынымыз бар. Егер осы сұрақтың жауабын тапсаңыздар, сөзсіз әрі жеңімпаз боласыздар, әрі алтын сандықтың сыйлығын аласыздар. Тамаша. Ал егер жауап дұрыс болмай қалса, онда жеңімпаз болып қаласыздар, бірақ алтын сандықтан шыққан сыйлық қарсылас топқа беріледі. Ойын шарты сондай. Алтын сандықтың бүгінгі сұрағын белгілі журналист Мырзан Кенжебай қояды. Әлекедей жаланып тұр ғой дейді. Бірақ оны неке ойлайды, бір әлеке деген бір адам ба, бұл пысық күреу шығарды. Олай емес. Әлеке сөзінің мағынасы қандай? Нұреке, сіз білесіз деп ойлаймын енді бұл сұрақ. Ақын үшін ауыр емес. Ойланыңыз бірақ. Басқа Әлеке деген бірден осы айтып отырмыз ба? адамның несі атамыз қысқартылып айтқан. Әлеке дегенді аяқпен байланыстырып тұрмыз біз. Өйткені әл қуат дегенге қарай. Сол аяқ деп ойлаймын. Аяқ. Болмаса қарапайым сұрақ қана болды. Аяқтың көне атауы дейсіз бе, Әлеке? Месе анау тобық деген сияқты бір аяқтың бір бөлігі. Жалпы аяққа қаратылған сөз. Өйткені ол әл қуат, мысалы адамның әл қуатына бірінші аяққа қатысты ғой. Сондықтан да мен осы енді тобық, бақай деп білмеймін, осы аяққа қатысты сөз. Жақсы, осындай нұсқа. Айтасыздар ойлана келе. Ал біз сұрақты қойшы журналист Мырзан Кенжебай ағамыздың өз аузынан дұрыс жауапты естейік. Тазылардың ішінде ең алғыр керемет, әрі жүйрік, әрі аң алғыш түрі өте пысық. Соны қазақта әлеке деген. Тазының өте ұшқыр түрі Әлеке. Әлеке дей жаланған деген тіркес бар ғой. Нұреке, есіңізге түседі деп ойладым мен. Бүгін алтын сандықтың ішінен мынандай 3 тамаша кітап шықты. Ойын шарты бойынша бұл кітаптарды садақ тобына табыс етем. Ал біз осы кітаптарды жеңімпазымызға сыйлық ретінде ұсынушы Амал Букс баспасына алғыс білдіреміз. Ал сіздер сыйлықтарға рахмет, шынымен де. Жаңа енді бірақ бізге осы жеңген осы семсер құрамасына арнайы біз қызметтеміз деп, мына жерде бір ән жолдамақшымыз. Рахмет. Өздеріңіз қабыл алыңыздар, Аңсар әні деген ән, Мұзартбай ағаларымыздың репертуарынан. Мұңаямын жаным, бір өзіңді ойлаумен, елестетім сені дидарыңа тоймаумен. Жүрегімнің мұңы, көңілімнің сыры мен еріксіз қинайды. Мөлдіреген көзің, балдай тәтті сөзің арман нұрын сыйлайды.
бірге. Сол арманның асқарына жете алам ба, сол арманның айдынына өте алам ба, айырылмас қосақ құдай қатар жүзіп, мәңгі бірге бақыт іздеп кете алам ба, кете алам ба. Ой, бәрекелді. О, рахмет. Ой, сау бол. Ана тіліміздің айбыны асқақтай берсін. Эфирде жүздескенше аман болыңыздар.